Мінекей, Клейдің роботы. Дың-дың. Ал енді көрейік. Клейдің роботында не бар? Бірінші көрсететінім мэр оқышы. Бұл да сканерленеді. Қазір кішкене үлкейтіп берейін. Және түсіріп алсаңдар болады. Мінекей, түсіріп алған шығарсыңдар. Ал енді бұл роботтың ішіне мынау робот сият. Сият. Қазір бізде отырады ол ішіне. Ашамыз бұлай. Кабинасында ашамыз. Және аяқтарын жартылай шпагатқа қойып, мына жерде арнайы қосатын жері бар. Сол жерге қосамыз да аяқтарын дүзулейміз. Ақырындап. Сосын алтын қолдан бірінші қойып да үстін түсіре аламыз. Бұлай кішкене жабамыз. Ой, жері енді кішкене әлсіздеу. Жабамыз және бізде Клей ішінде отыр. Мен ойлағандай. Айтып өтіп кететін жайт. Жер өте әлсіз болып тұрады. Сондықтан абайлағандардың жөн. Егер осыны алатын болсаңдар. Мінекей, осындай Клейдің роботтың ішіндегі роботы пайда болды. Енді оның бөлшектерін атап өтейін. Аяқтары қысқа, бірақ өте жақсы тұрады. Бір қолында қылыш. Ал екінші қолында қалқан мен автомат. Автомат атады. Пулемет дегенде. Қазір көргендерінде атады. Мінекей атты. Бай көтерілді және айналды. Біз бір затты ұмыт кеттік. Мэрлокты қосылды. Қазір ақырындап қоссайық. Арнайы қосылатын жері бар. Қоссамыз және қоямыз. Енді оның күші екесе көп. Дүң-дүң-дүң. Енді не істейді екен жаулар оның? Міне монстрек шабуылдамақшы. Бірақ Клей айналып деп өтсін қолданбақшы. Бірақ оның аяғы үлкен болғандықтан ол өзінің қылышымен ұруды жыңғыртты, ұрып жіберді. Монстрек жеңілді, бірақ ол әлі қайтып келетінін білеміз. Ал сендермен болған Джек Бо. Және егер сендерге осы видео ұнаса, онда лайк қойыңдар. Және сендерге мехтер ұнаса, онда мех деген хэштагты жазыңдар. Ал біз келесі видеода осындай мехті тамашалайтын боламыз. Егер көп лайк жиналса, онда сендермен болған Джек Бо. Сау болыңдар.